Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым ғылым және жоғары білім министріне. Енді мынау заң жобасының негізгі бастамасына келетін болсақ, негізгі ой, негізгі мақсат бұл мынау эндоменттерді басқару үшін коммерциялық емес ұйым құру, яки нысаналы капитал қорын құру. Енді жаңа өз сөзіңізде де айттыңыз, біз де біліп отырмыз, қазірдің өзінде дегенмен елімізде 20-дан астам эндомент қорлары бар. Ірі жоғары оқу орындарына тиесілі, енді қолда бар елге де қолжетімді мәліметтерге сүйенсек, кейбірінің қорындағы қаржы көлемі бірнеше жүз миллиард теңге, кемінде 120 миллион теңгеден астам әр эндоментте өзінің қаражаты бар қазірдің өзінде. Олар қазір осы эндоменттердің активтерін құру, оларды жаңағы жұмсау, оларға билік жүргізу қамқоршылық кеңесінің келісімі бойынша жүріп отыр. Енді менде нақты екі сұрақ, Саясат Нұрбек мырза. Біріншісі, қазірдің өзінде әр жоғары оқу орнында эндоменттер болатын болса, онда мынау коммерциялық емес ұйым ретінде жеке заңды тұлға құрудың қандай қажеттілігі болды? Бір. Екіншісі, сіздер ұсынылып отырған модель жүзеге асатын болса, онда қазір жұмыс істеп тұрған эндомент қорлар өз үлгісінде сақталып қала ма, жоқ әлде олар өз күшін жойып бір орталыққа бірігуі керек бола ма? Осы екі сұраққа жауап берсеңіз рахмет. Үлкен рахмет, Нартай Арбайлы сұрағыңызға. Екінші сұрақтан бірден бастайын. Мысалы, табысты үлкен қазірдің өзінде қалыптасқан эндомент қорлары бар. Физмат, республикалық физика-математикалық мектебінің қоры 9,7 миллиард теңге қазір жасақталған. Назарбаев университетінің, олар, мысалы, Назарбаев университеті, Назарбаев зияткерлік мектептердің қорлары бөлек заңмен реттелген. Сондықтан осының бәрін ескеріп, мықты, табысты, қалыптасқан эндомент қорларға бұл заң кіріспейді. Олар өздерінің заңдарымен реттеледі, немесе өздерінің сол қалыптасқан практиканы сақтайды. Оны біз бөлек талқыладық, осылай келістік. Екіншісі, бөлек коммерциялық емес ұйым не үшін құрылу керек? Неге десеңіз, тікелей мысалы университеттің негізінде бір бөлімше немесе бір факультет ретінде бір кез келген, неге десеңіз, бұл жиналған ақша жалпы эндомент қордың ерекшелігі қайырымдылықтан. Бұл инвестициялық ақша. Яғни тікелей қайырымдылыққа жұмсалмайды. Ол ақша жинақталады. Қаржы ұйымдары немесе банклер бұл ақшамен жұмыс істейді. Таза пайдасы ғана сосын қайырымдылыққа қайтарылады. Сондықтан осы сыртқы меңгеруші компаниялар, немесе банклер, немесе инвестициялық қорлар сол капиталмен жұмыс істеу мүмкіндігі беру үшін осындай бөлек коммерциялық емес заңды тұлға қалыптасу керек. Сондықтан осы заңда қарастырылған, ал айтып кеткенімдей, тек қана бірнеше салаларда өте құнды ұсыныс болды депутаттар тарапынан, оны шын мәнінде шектедік. Тек қана білім беру осы 1-2 әлеуметтік салаларда ғана.